Сәлем. Ойома. Хейо, бәріне сәлем достар. Бүгін сіздермен қарсыңызда кезеді. Бро, достар, видео шықпағанына бір примерно 3 күн болып кетті. Так, тоқта. Неға көршілер көш келді ма? Біле баяқтан бармайды. Ну ладно, оған қой бірші. Тек неға жүрек айтпақшы мен дейтін мяч сондалар сатып алдым, күрек дейін. Тоқта неға не деп жазып қойған? Бір нәрсе сатып жатыр ма? Ішінде адам тұрмай ма? Жұмыс бар, адам қабылдаймыз, айлыққа 7 күн істеп 2 күн демалады, айлық істейді. Айлықтың бағасы 1 стак алмаз. Так. Неқта, соны сөйлесу керек қой. Емай, мен енді келдім де. Не о, жай ма? Ұйықтап болды. Онда мен де үйге кеттім, короче. Неға көршілер көшіп келген ма? Ебана, бір жақсы бір нәрсе қол алып жатыр. Ұйықтап алайық. Мой арқам ауырып кетті ғой. Осы үйге бітпей жуатын жер істеп қою керек еді. Так, енді мен ана жұмысты барып сөйлесейін. И потом өйтіпті. Епсе жап жасылды кедер келтіреді маған. Сәлем жетел. Сәлем. Досын, кешірде өзгеріп кетті ғой. Өзгеріп кетті ғой, короче. Жұмысқа келдік па сен? Жұмысқа келдім ғой. Онда бар емес па, сен бұда судоктың іште тұрған заттарды алып жұмысыңды істей бер. Бірақ ол заттар менде бар ғой. Точно бар ма? Онда істей бер, давай. Давай. Өзім білем ғой, қайдан бастасам да. Бірінші мен ақша бар ма көріп алсам бола ма? Көріп ал. Так, мынандай екен. Мынада алмаздар бар екен. Так, сонымен, давай барсай жұмысыңа. Давай. Мынан бәрі өз кетті. Қырмай ма? Бәрлігін. Мен бұнға қалай отырғызам, жап-жасыланды не жоқ қой. Жасыл. Ладно, қыра берейікші. Мынандай өткен. Неге қисылы болады? Неқа жерге түсіп кеткендерін фүкет аламыз. Қисық жүріп кетіп отыр. Су салған екен ғой. Так, мына аяғында қой түшіп кетті ғой, мына аяғына су сасып отыр ғой. Так, бізге бутылка шығаратын неге завод істемейтін да? Бутылка шығаратын завод істесе нормально ғой, по идее. Сосын үйлердің барлығы там сақы бутылка өткізетін еді. Судың салқынды. Сөйтіп. Енді если бұл жаққа нелер істесе да. Так, неқ болды. Мен неге мынандай керка сондалар алып алдым екен ба, өйткені бұл жақта керка дегенде керек болады выживанияда. Су салқын ғой, омай. Так. Деп былайынан теріп ұстаймыз. Қисық жүріп кетіп отыр ғой, омай. Так, суға түсіп кеткендерін алып аламыз.
Салқын қойылмай. Так. Блин, суға түсіп кетіпті. Қалай асам екен? Ой-ой-ой. Ойбай, мен айтпақшы аяққа екіп кеттім ғой. Қана бәрін істей алайын, сонда екіп тастаймын. Ауыл шаруашылығымен айналысса негізі нормально ғой, бірақ бұяқтың ақшасы не да? Бұяқтың ақшасы андай. Не стоит да жұмыста. Мысалы, сұрағанда мен осы жақта жұмыс істеп отырмын. Бірақ бұяқта маған енді по-любому бұяқта енді жұмыс істеу керек, но енді по-любому мына суға түсіп кетермін салған суға. Бұяқта енді по-любому өзін не ашып керек, офис деген сияқты ше. Мен бір қуат жүрдім. Мен оларға ешнәрсе істей алмаймын. Не істей береді? По идее мен оларда емес па? Несін өлтірдім. Так, мына менде артылып қалды ғой. Ну ладно. Былай келеді, айттым ғой. Несіге жоқ етейік. Болт, житель, ақшам бересің ба? Ала бір дәрдің. Айтпақшы менде артылып қалды. Болтты ала бір. Болт. Де, ойнамайды емес, апай. Че-то дауысын өзгеріп кетті. Үйге жүгіріп бару керек етсе, ана жасыл немемен арқамнан келе береді. Менің бірінші табысым 64 алмас. Енді неге ұқсамайды? Байдың не деп бұл? Кедейдің менің қырандыр өткен мен жиһаздардың бәрін сатып алдым. Халықке тамақ бар ма екен? Нормально бар екен. Қасып қоямыз. Потому что бұлар кейін керек болады. Так, енді мен қазір дейтін мен әлі сундугымда ешнәрсемде нелер жоқ. Так, сундугымда бір нәрсе бар ма екен? Как кирканы алып не секунд. Так, кирканы аламыз да, енді міне жақта мен көремін, осы жақта сундугымда бір нәрселер бар ма? Ойбай, мен әлі бұяққа сундукта ойнаппын. Бұл так. Ой, бұл кетті аяқталайш. Қарны шатырға тамақ іше алайықшы. Так. Вот сексіне аяққа өткізіп сақ. Өйтіру керек қойны. Оны алдыма. Аяққа сәл өткізейік. Ато болмайды. Болды, мен төртеу болады. Так, енді қайынке сал қойын. Есігінде қоямыз. Так. Аяқта нелер пісті ме екен? Айтпақшы, жерге барып несейші, тағы да нелер бар ма?
Сәлем, житель, тағы да жұмыстар бар ма? Иә, бар. Осы бір-екі күннен кейін ана бутылкалар келеді, сол мен аяқты бәріне шарпысып, соны жинайсыңдар деймін. Сен жаманымда қалжыңбас екенсің. Короче, бар емес па? Тағы да жұмыстар бар ма? Иә, негізі бар ғой. Тек осы жақта да байлар бутылка шашпаса, сол бутылкаларды жинасай, сосын маған өткізесің дегендей. Болды ғой онда. Житель, айтпақшы. Не, мен сол бутылка, мысалға мен 20 стак, ал не өткізсем, бутылка өткізсем, сен маған қанша ақша бересің? Мен саған дейді 20 стак золотой берем. Золотой. Ойнап айтам. Алтын берем ғой. 20 стак. Болды онда. Так, сонда бутылканы қанша өткізсең соншаға қарай ма? Или анау бай деп өтірік айтты ма? Енді ладно, киноны көре жатамыз ғой. Суға түсіп кетпейін. Так, мына жақты. Айтпақшы, жителін өзінің ана несін апарып тастау керек. Мен де осы жаққа не істетсінші, осылай егіп. Болды. Кіреміз үйге. Так, мен мына жақта бар емес па? Опа, ана менде кілем бар екен ғой. Так, менше кілемді қайға дөсе қойсам болады. Ладно. Бүгін сен болмай қарсызды кезет. Бро, видеоны жатса лайк бас, комментарий жазып, подписаться етпейтіндер, колокольчикті басуды ұмытпаңдар. Давайсыңдар.